Құрметті ел тізгінін ұстаған ағалар мен әпкелер, ақиқат пен әділдіктің соңғы шырағын сөндірмей, елдің тағдырын таразылайтын төрелер. Мен осы отанның қарапайым анасы, ұрпағын адалдықпен тәрбиелеп, елінің ертеңінен үміт күткен анамын. Әділдік деген сөз қағаз бетінде жазылғанменен іс жүзінде жойылып бара жатқанын көріп отырмын. Менің үнім қаншама жылаған қазақтың аналарының, қаншама жылаған балалардың, әділдікке жете алмай жүрген халықтың үні. Тура жолдан таймайтын, парамен емес адалдықпен шешім шығаратын, Алланың алдында да, халықтың алдында да жүзі жарық азаматтар керек бізге. Сіздер ел тағдырын шешіп отырған жандарсыздар. Билік ол жауапкершілік. Сіз қазір қандай да бір басшылықта жүрген болсаңыз, ол қызмет сізге Алланың сынағы ретінде берілді. Бүгінгі әрекетіңіз ертеңгі ақыреттегі өзіңізді тозақ отынан құтқаратын құтқарушыңыз немесе тозақ отына лақтыратын куәгеріңіз екенін ұмытпаңыз. Қазақ билігі, қазақ соты, қандай да бір басшылықта отырған қызмет иегерлері, сіздер әділ болсаңыздар, әділ шешім шығарсаңыздар, сіздерді халық қашанда құрметтейді. Қарапайым ананың көз жасын, баланың үмітін, халықтың үнін естімейтін билік, үнін естімейтін адам ешқашан жақсылыққа да, ұзаққа да бармайды. Мен сіздерден байлық сұрап отырған жоқпын, тек әділдік пен ақиқатты сұрап отырмын. Құдайдан қорқатын, елін сүйетін, анасын құрметтейтін әрбір жан әділетсіз шешімге бармайды. Менің зарым халықтың зары. Мені естисіздер деп үміттенемін.